Елімізде адам папиллома вирусы салдарынан туындайтын жатыр мойны обыр ауруларының жыл сайын Елімізде адам папиллома вирусы салдарынан туындайтын жатыр мойны обыр ауруларының жыл сайын 1900-ге жуық жағдай тіркеліп, 600-ден астам әйел қайтыс болады екен. Бұл туралы жауапты мамандар баяндама барысында айтты. Ал оның емі қандай? Толығырақ алдағы сюжеттен көріңіздер. Елімізде адам папиллома вирусы кең таралған вирустардың бірі. Оның 200-ден астам түрі бар, ал кейбір штамптары қатерлі ісікке әкелуі мүмкін екен. Вирус ағымданған тері, шашты қабат немесе дене сұйықтықтары арқылы жұғады. Статистика бойынша әрбір 10 адамның 8-і өмір бойында АПВ жұқтырады. Бұл инфекциямен байланысты ең жиі кездесетін дерт жатыр мойын обыры. Бүгінде ол елімізде 25 және 44 жастағы әйелдер арасындағы онкологиялық аурулар ішінде жиілігі жағынан екінші орында тұр. Жыл сайын шамамен 1900 жаңа жағдай анықталып, 600-ден астам әйел осы аурудан көз жұмады. Мамандар АПВ-ға қарсы вакцина аурудан алдын алудың ең тиімді жолы екенін айтады. Вакцина жатыр мойны обырының даму қаупін 70-90%-ға, тікшек обырына шалдығу ықтималдылығын 77%-ға, ал жыныс мүшелерінің қатерлі ісіктерін 96-99%-ға дейін төмендетеді. Дәрігерлер екпе арқылы бұл дерттің алдын алуға болатынын жеткізді. Бүгінгі күнге біздің облысымызда 11, 12, 13 жастағы 11 мыңнан астам қыздар осы екпемен қамтылған, және осы екпеден кейінгі жағымсыз ауыр реакциялар тіркелген жоқ. Қазақстан Республикасының ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес адам папиллома вирусына қарсы вакцинация 11 жастағы қыздарға тек ата-анасының немесе қамқоршының жазбаша келісімімен жүргізіледі. Екпе курсы 2 дозадан тұрады. Аралығы 6 ай. Жоспарлы егуді өткізіп алған 12-13 жастағы қыздарға да вакцина егуге болады. АПВ-ға қарсы вакцина еліміздің егу күнтізбесінде В гепатитінен кейінгі екінші онковация болып табылады. Қазақстанда қолданылып жатқан Гардасил вакцинасы ақш-та өндірілген және АПВ-ның 6-шы, 11-шы, 16-шы, 18-шы типтерінен қорғайды. Бақтың Сатилалы, Ерлер Түстікбай, 24 News.